Сәлем көрермендер. Балаларыма арнап приправа дайындайын деп жатырмын. Ол үшін помидорды тазалап, мясорубкадан өткізіп, осындай ыдысқа салып қайнатамыз. Бұл жерде менде 8 литр помидор болып шықты. Соған жуан саламыз. Бірінші қазанға ямысы суырықты майды қыздырып, бір кесе үстіне 3 түйір жуаны салып қуырамыз. Міне дайын болды. Осыны қайнап жатқан қызанаққа қосамыз. Жарты кесе тұз қосамыз, араластырып дәмін көреміз. Тұзы аздау болса, алдағы уақытта қосып жібереміз. Енді осы қайнау керек, қазір енді сұйықтау, біраз қайнайды. Оған дейін мына қызыл бұрыш, чеснок барлығын тазалап дайындап аламыз. Шамалы чеснок, 6-7 штуктай ащы бұрыш және мынандай болгар перецін дайындап қойдым. Өйткені менің осы бүгін қайнатып жатқан помидорларым сұйықтау болды. Шамалы қоюлау болу үшін сәбіз, я болмаса осындай болгарский перецті мясорубкадан өткізіп, араластырып жіберсек болады, өте дәмді болады. Міне болгарский перецті мясорубкадан өткізіп екеуін дайындап қойдым. Осыны енді қайнап жатқан помидорымызға құямыз. Міне біраз қайнап болды, шамалы қоюланды. Әрмен қарай дайындаған перецімізді болгарский араластырып тағы қайнатамыз. Бір 10 минуттай қайнайды. Баяу отқа қоямыз. Тұзын көреміз. Тұзы аздау болса, тұз қосып жібереміз. Біз енді көбінесе приправа қайнатқан кезде өте ащы дайындаймыз. Сол кезде балаларымыз жемей қояды, ащы деп. Сондықтан бүгін шамалы бұрышын аздау болып, балаларыма арнап приправа дайындап жатырмын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, осы әдіспен. Міне чеснокпен қызыл бұрышты қосып араластырып, тағы бір 5-10 минуттай баяу отқа қайнатып жібереміз. Оған дейін банкімізді дайындаймыз. Менде банкі мынандай резвовой қақпағын қайнатып алдық. Және кішкентай банкілер, күнделікті пайдаланып жүрген банкілер бәрін жуып, тазартып, ішіне ыстық суын құйып, барлығын тазартып осылай қоямыз. Негізі кішкентай банкке жапқан дұрыс приправаны. Холодильникке қойсақ та, дастархан басына қойсақ та, бір жерге алып кетсек те, кішкентай банкі өте ыңғайлы болады. Міне қазіргі уақытта дайын бұл. Осыны банкке құямыз да, барлығын басып тастаймыз. Міне менде осындай приправа дайын болды. Балаларыма арнап өте дәмді болып шықты. Сіздер де солай жасап көріңіздер осы әдіспен. Мына күнделікті пайдаланып жүрген банкілерім. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Мына дайын болған приправам өте жақсы болып, осындай сұйықтықта дайын болды. Көріскенше сау болыңыздар.